Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті мұхтарам жамағат, бүгінгі сіздерменен бөлісетін тақырыбымыз тахажжуд намазы. Яғни түнгі намазы. Құранда Алла Тағала Исра сүресінде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға былай деп бұйырады: "Я Мұхаммед, тұрып өзіңе тән Құранды оқы және нәпіл намазын оқып, Алла Тағаланың сені бір құрметті орынға шығаруынан үміт ет" дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өзінің қасиетті хадис шәрифінде айтады: Алланың жанында ең абзал намаз, парыз намаздан кейінгі ең абзал намаз ол тахажжуд намаз, яғни қиямул лейл, түнгі намазы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмбетіне былай деп бұйырады: "Сендер түнде тұрып тахажжуд намазын оқыңдар, өйткені тахажжуд намазы сендердің жамандықтарыңның өшірілуіне және күнәлі істерден тыйылуларыңа себепкер болады" дейді. Алла Тағала бізге 5 уақыт намазды бұйырды, және 5 уақыт намаздан тыс біздің қосымша осы нәпіл намазын бұйырды. Осының ішіндегі ең абзал намаз тахажжуд намаз екен. Біздің тахажжуд намазы, яғни адам Раббысын жақсы көріп, Раббысына деген махаббатын, Раббысына деген сүйіспеншілігін дәлелдейтін болса, ол тахажжуд намазымен дәлелденеді екен. Раббысына, жаратушы Рахманға, Рахимға жақындаудың ең абзал сипаты осы тахажжуд намаз екен. Енді тахажжуд намазын қалай орындаймыз десек, ол 2 ракағаттан 12 ракағатқа дейін болып саналады екен. 2 ракағатта бір сәлем беріп, аяқтатып, солай-солай 12 ракағатқа дейін бөліп оқу ең абзал амал болып есептеледі екен. Айша анамыздан жеткен риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің ауырған шақтарында және қиналған шақтарында осы тахажжуд намазын ешқашан тастамағандығы жайында риуаяттар жетеді. Ал тахажжуд намазы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға міндет болған болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмбеті үшін нәпіл болып есептелінеді екен. Сондықтан Алла Тағала баршамызды осы тахажжуд намазына тұрып, өзінің сәлиқалы құлы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның сүйікті үмбеттерінің қатарынан болуды баршамызға Алла Тағала нәсіп етсін. Баршамызға Алла Тағала әрбір түнімізді тахажжуд намазыменен өткізуді Алла Тағала нәсіп етсін. Соңында айтарымыз, тахажжуд намазының уақытын айтатын болсақ, ол түннің соңғы 3-тен 1 бөлігі дейді. Яғни таң намазына 1 сағат, болмаса жарым сағат уақыт қалғанға дейін, яғни сәресінің алдына дейін, осы кеш батқаннан бастап, құптан намазынан бастап, таң намазынан бұрын 1 сағат қалғанға дейін түннің бөлігі болатын болса, сол уақытқа дейінгі уақытты 3-ке бөліп, ең соңғы түннің 3-тен 1 бөлігінде осы тахажжуд намазымызды орындасақ, Алла Тағала біздің тахажжуд намазымызды қабыл етеді. Және осы тахажжуд намазын орындап болғаннан кейін жасалынатын ең абзал дұға истиғфар, яғни Алла Тағаладан кешірім тілеу дұғасы екен. Ал енді оны білмеген жағдайда өзіміздің алақанымызды Аллаға жайып, өзіміздің жұмыстарымыз жайлы, отбасымыз жайлы, еліміз жайлы, жеріміз жайлы, туыс туған, құда жекжат, ағайын туыс бауыр болмаса, басымызда қандай да бір қиыншылық болатын болса, сол жайында Алла Тағаладан жеңілдік, кешірім тілеп дұға етсек, өзіміздің қалағанымызша қазақша дұға ете берсек болады екен. Баршамызға Алла Тағала разы болсын. Ва ахиру дуъана анил хамдулиллахи раббил аламин.